Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Міне, бізде қазір ауылда уже жерде от қашты. Қазір тек қана осы жусанды да бағып жатырмыз. Жусан жеп жатыр қазір. Мына жақ бұрын өртенген, арғы жақтары. Ол жаққа енді азандай салқынмен кетіп қалады. Бері қайтарып әкеп осы жусанға түсіреміз қайтып. Осы жусанның басын шалып, әйтеуір мал осын жеп жатыр. Міне, ана жақта тағы бір мал. Шаруалар. Жұмыс осы. Бүгін кішкене салқын болып тұр. Қазір қойлардан алдымызда тұрған әуітті көрдіңіздер ме? Ар жақта бір ықтасым бар. Қойшылардың ықтасына. Былай қарай, ал біздің ауылға қарай, біздің ауыл мына жақта. Сол сайдан былай қарай түсіріп жүрем. Где-то бір 7:30 сол уақыттарда түсірем. Содан былай қарай ауылға қарай барам дегенше. Біздің ауылдың қыраны көріп тұрсаңыздар, соның ар жағында біздің ауыл. Сол жерге дейін примерно бір 8:30-8:40-та түседі. Ары қарай ана жақта қазір ауылдың малы кетіп барады, былай қарай. Уже ауылдың малы 8-де түсіп кетеді. Менің малым ең соңында барлығын кіріп болғаннан кейін барып 9:30 онда қамаймын. Оған дейін жайылып. Қазір азанда 6-дан 20 кеткен кезде шығарып жатырмын. Қараңғы, негізі күн қысқарып жатыр. Қараңғы, қойлар жүрмейді азанда қараңғыда. Сонымен кішкене жарық болған күтем. Күніге сағат 5-те тұрамыз. Сонымен кішкене интернетте жұмыстарым бар. Сол жұмыстарды жасап, фриланс болып жұмыс жасаймын. Өткенде сұраған жігіттер бар еді, ауылда тек мал табыс көзі деп. Табыс көзі қосымша. Негізі основной жұмыс осы мал, қойш, шаруа. Осы шаруашылық. Және қосымша енді бәлкім кезде ас ауқатымызды табуға осы интернеттен. Азанғы сол 5-тен осы малды айдап 7-ге дейін примерно 6:40, 6:30 жобасы сондайға дейін. Кейде 6-ға дейін әртүрлі заказдарды орындап тастаймын да интернеттен. Сонымен осы малға кетем. Кешке ерте жатып қалам. Өшім сағат 9:30, сол 10-да малды қамап болам да, тамағымды ішем да ұйықтаймын ғой. Әйтпесем азында 5-те тұра алмай қалам. Міне осылай. Так, мал бағу қызық. Өйткені болашақта осы өз қалатын 3 сала бар өзі. Осы ауыл шаруашылығы, IT және туризм. Қазба байлықтың бәрі уже бітіп жатыр, білесіздер. Осымен ғана енді бәрібір ет керек қой енді адамға. Білесіздер, қазақтар етсіз тамақ жемейді. Болашақ осы негізі ауыл шаруашылығына көшкен дұрыс негізі қазірден бастап. Қазірден бастап өздеріңіздің орындарыңызды алсаңыздар, нақтылап. Бұл осы негізі мал баққанда бір 3 жыл ғой, 3 жыл кішкене сағың сынбай, өз-өзіңде сынбай, малды ет жебермей көбейтіп алсаң, сосын ары қарайғысы оңай. Кішкене малдарыңызды бір 300 басқа жеткізбасаңыздар, аналық басты өлтірмейді. Әйтеуір ел қалтары өмір сүріп, байып кетпесеңіз де енді кішкене қалтаңызда ақша болады. Жүріс-тұрысыңызға, баратын той-пойыңызға барасыз, шығасыз, қыдырасыз, бала-шағаңызды оқытасыз, киіндіресіз. 300 мал жетеді. Мына жерде қазір, ана жерде Бақытжан деген ағам бар.
міне сол кісіде 300 бас 300-350 бас жобасы. Әйтеуір еті тегін, бала шағасы 5-6 бала шағасы бар. Міне жағдайын жасап тастаған. Қазір бұл кісі бағып барады, кешке қарай балдар түнетеді. Міне екі баласы уже үлкен. Жалпы негізі қой баққан жақсы. Көбісі қаладағылар келгісі келмейді. Мен жұмысы көп бұның. Ашып айту керек, бұның жұмысы көп. Жұмысы деген бітпейді енді. Бірақ бір коллегаға түсіріп алсаңыздар, бұдан артық нәрсе жоқ негізі. Ми тынық. Анау қырдың басына, Акошевский ықтасында міне сол жерде азанда осы мал нәқарай где-то бір 8-де қарай жетеді. 7-де мына жерге ұшып келем. Қарап отырам сол жерде. Сол жерде жаңа блокнотым бар. Ручкамен блокнотымды алып аламын да, сол жерде пландарды сызам. Ана қияли армандарымды жазам. Сонымен әйтеуір пландар бір кішкене сызып жобалап, соның бәрін әйтеуір азан сағат 5-те тұрып соларды жасап көрем. Біреуінен нәтиже болады, біреуінен болмайды. Бірақ әйтеуір ми тынықта рахат. Қырда жалғыз өзің ойланып отырып, досың ақпарақ, әйтеуір барлығын көтереді, сызасың, жазасың, әйтеуір пландайсың. У-шу жоқ, қаладағыдай пробка жоқ. Мотоцикл мініп алып, уже қарсаңыздар 4000 километр жүріп тастадым. Портфелім бар. Осыған суымды сап алам. Сөйтіп әрекет жасап жүрміз ағайын. Хабарласаң қарасасың дейді. Хабарлаңыздар. Дұрыс, әркім ыңғай тапқан жақтан жұмыс жасаған дұрыс. Бірақ негізі жетімді тұрсаңыздар, бір қошқар бордақылап, отанда пайда көп. Жалпы жаның қызық жұмыс. Міне, бұл жұмысты сүйіп істеу керек. Қызықсаң әйтеуір мал болады. Қызығып, ана қошқарларды әйтеуір осы нағашыларымнан сұрап, ауылға келгелі бері өзі поддержка беріп жүрген ағаларым бар, жаңа інілер бар, солардан қошқарларын алып, салып, жақсы осындай тұқым алып. Ана Гисар деген группаларда бармын. Енді ана жердегілер енді бағалары деген айтамаймын енді. Қозының басы 500 мың сатылып отыр, 500 мың, 600 мыңнан. Бірақ енді действительно қозылар мықты, қозы қошқарлар да. Сондай дәрежеге жету мақсадым. Өстіп малдарды іріктеп алсақ, жан-жаққа жаңағы барып көрем. Енді қойларын көрсеңіз, таң болған олардың қойлары. Бірақ енді қанша жылдық еңбекте оның бәрі. Сондай еңбекпенен еңбектенсең, міне. Әйтеуір бізде соған жетейік деп, арман қиял жетелеп, бұл сіздерге бір мотивация болсын. Өткенде Жемалға Қарабұлаққа бардым. Енді таза мотивация, енді Қарабұлақ қоянды. Қарабұлаққа кіргеннен бастап, айтпасам, әжептеуір жер ғой. Тура Қарабұлақтың орталығы, центрі. Жанында жылқы бордақылап жатыр, сиыр бордақылап жатыр. Мәссаған, өзбек ағайындар енді мықты. Әйтеуір пенетшіл халық қой. Ананы көріп, бір қызығып, өзіме мотивация болды. Сондай бір қойып қойсаң, оның өз қосымша табыс. Міне. Біздің ауылда да бір жігіт бар, жаңа бұқа байлайды. Бірақ пайдасы жақсы дейді. 6 ай, 7 ай байлайды. Міне, сол жігіттер, солардан қарап, үлгі алып,
Жалпы негізі қимылдау керек ағайын. Қалқап кетпейік, дамиық тек қана алға. Бізге қазір Қазақстанға тендердегі еттің барлығы Белоруссия мен Россияның экоотходтары ғой, білесіз ғой. Кәрі малдарды, кәрі сиыр, кәрі қой. Жалпы сондай ошым дәмі жоқ еттің барлығын бізге жібереді. Біздің тендердегілер арзан дейді да, сояқтан ой вагонда болады. Міне. Соны қазір енді байқаған кезде қалада халықтардың көбісі сол етті жеп жатыр. Енді оның әңгіменің ашығы ол барлығы осы ауылдан барып жатыр дейсіз ба? Міне. Саудагердің бәрі арзан етті алады. Оның бәрі уже кәрі еттер. Замороженный келеді, ол үшін оны жаңағыдай разморозить етеді. Уже качество құриды деген сөз. Ал мынау табиғи, өзің көз алдында өскен мал, өзіңнің малың. Міне. Бәрібір сапасына жетпейді. Сол үшін тек қана өстіп дамытайық бірге. Біз сіз боп. Ата-бабамыз мал бағып ақымақ болмаған ғой. Міне осындай жалпы идеялар. Сұрақтар болса комментарийға қойыңыздар. Жаңадан қосылған көрермендер болса подписаться етіп басылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осылай жұмыс жасап жатырмыз ағайын. Шаруашылықтарыңыз дамысын, әр қазақ бай болсын. Ал ағайындар, сау саламатта болайық.